Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті достар, сіздермен ағартушы Ернар Маратбекұлы Ұстабек. Құрметті менің көрермендерім, бүгін сіздерге инвестициялық өмірімдегі кезекті видеоны көрсеткелі отырмын. Өзімнің брокерлік шотымда жалпы бүгін қандай жағдай болып жатыр, және бүгін қай күн? Бүгін 4 сәуір, кеше 3 сәуірде тарихи күн болып, кеше емес алдыңғы 2 сәуірде тарихи күн болып, Дональд Трамп, Америка президенті, бүкіл әлем елдеріне тариф енгізді. Яғни ақш-қа келетін тауарлардың барлығына да Дональд Трамп салық салып тастаған болатын. Яғни ішкі нарығын қорғау үшін. Содан кейін бүгін Қытайда Америкадан келетін тауарларға салық салды. Сонымен бүгін енді жалпы әлемдік экономика өте қатты ауытқуға ұшырап жатыр. Соған орай менің инвестициялық портфелімде өздігінше өзгерістерге ұшырап жатыр. Бірақ диверсификация дегеннің арқасында менің акцияларымның құны жалпы портфелімдегі бағаның құлдырауы былайша айтқанда өте қатты жоғары емес. Оның басты себебі жаңа айтып өткенімдей диверсификация, яғни мен бір емес, алдыңғы видеодан айырмашылығын қарасаңыздар, қазір әртүрлі компаниялардың акцияларын алып, яғни түрлі бағыттағы компанияларға диверсификация жасап, әртараптандырған болатынмын. Енді соларды сіздерге көрсетіп өтейін. Жалпы қандай компаниялардың акцияларын алдым, және менің инвестициялық осы акцияларға салып жатқан инвестициялық карьерамдағы өте бір қызықты күндердің бірі. Міне қарап тұрсаңыздар, барлығы құлап жатыр. Көріп тұрсыздар ғой. Мына қызыл, яғни мынау Apple US деген, бұл Apple компаниясы емес iPhone шығаратын. Бұл Apple Hospitality деген компания. Бұл жылжымайтын мүлікпен айналысады. Мына көріп тұрған болсаңыздар, 34-те 47 доллар болып тұр. Ал мен оны жалпы сатып алған кезде 36-та 55-ке алған болатынмын. Сонда ол қазір өзінің құнын минус 5-те 69%-ға жоғалтып тұр. Көріп тұрсыздар ғой, шамамен 2-3 доллар жоғалтып тұр. Одан кейін Nvidia компаниясы, мен оны алған бағам 111 доллар болатын. Жасанды интеллектінің бүкіл процессорларын, чиптарын жасайтын ноутбуктардың жартылай өткізгіштерін өндіретін компания. Бұл бүгін 111 доллар болып тұрған еді. Содан 93-ке дейін түсіп, қарап тұрған болсаңыздар, 16%-ға дейін құлдырап кетті. Технологиялық компаниялардың акциялары қатты құлдырап жатыр. Сауда соғысына байланысты. Ал одан кейінгі компанияларға қарасаңыздар, мына NEM деген, бұл Newmont Mining деген алтын өндіруші компания. Бұл 44-те 13, 88-де 6 доллар болып тұр. Небәрі минус 6-та 92%-ға құлдыраған. Яғни 47-те 41 доллардан мен бұны 94 долларға алған болатынмын. Мына жерде осы айырмашылықты қарайтын болсаңыздар, мына жылжымайтын мүлік компаниясы және алтын компаниясы технологиялық компаниямен салыстырғанда мына жерде
5%, 6% құлап тұр, ал Nvidia 16%-ға құлдырап тұр. Назар аударып отырсаңыздар. Одан кейінгі компания Stack Industrial деген компания, бұл да жылжымайтын мүлікпен айналысатын компания. Мынау Apple Hospitality деген қонақ үйлерді жалға берумен айналысады Америкада. Ал Stack Industrial деген компания бұл индустриалды қоймаларды компанияларға тауар сақтау үшін берумен айналысады. Бұл да 7%-дай құлдырап тұр. Міне технологиялық компаниямен салыстырғанда жылжымайтын мүлік компаниялары өте жай құлдырап жатыр. Әйтпесе бүгін негізі көптеген компаниялар өздерінің үлкен құндарын жоғалтып жатыр. Мысалы, қазір сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Мысалы, мына Google компаниясын алатын болсақ, Google компаниясы 147. Бұл өте қатты құлдырап кетті. Мына апталық құлдырау 7%, айлық құлдырау 12% болып тұр. Көрдіңіздер ғой, бүгін 3/5, бірақ бұл акциясы өте қымбат. Сол себепті бұның қатты құлдырағаны білінбейді. Яғни өте қымбат акция болғандықтан. Бірақ технологиялық компаниялар бұндай дағдарыс кезде өте қатты құлдырайды. Оны мына Nvidia-ның мысалынан ақ қарап көрсеңіздер болады. Одан кейін енді қарасаңыздар, мен Манчестер Юнайтед компаниясының футбол клубының акциясын сатып алғам. Ол да 7%-дай құлдырап тұр. Негізінен бұл компания футбол клубты басқарады, Манчестер Юнайтед PLC деген. Бұны негізінен мен футболға қызыққандықтан осы команданың ойындарын көріп, инвестицияларым қызықты бола түсу үшін алған болатынмын. Бір ғана акциясын алдым $13, қазір 12.65, $1 ғана кетіп тұр. Одан кейін мына NIO деген компания, бұл электромобильдер шығаратын компания Қытайдағы. Бұл бағасы қазір 13.60. Бұның 4-еуін негізі 20.03-ке алған болатын. Бұл өзінің құнынан 32% жоғалтып тұр. Бірақ бұны мен өте ұзақ мерзімде алдым. Сол себепті бұған ешқандай өкініп, паника ұстап атқан ештеңем жоқ. Ал мына қарасаңыздар, Realty Income деген жылжымайтын мүлік компания $56 алғам. Қазір бағасы 55, небәрі 2.83% ғана құлдырап тұр. Nvidia мен салыстыратын болсаңыздар, арасы жер мен көкте айырмашылық бар. Қазір Нью-Йорк уақыты бойынша 14.48, Нью-Йоркте түскі 2.48 кетті. Биржа уақыты 4-ке дейін істейді ол жақта. Бізде ол түнгі сағат 1-ге дейін істейді. Әлі 1 сағат 10 минуттай уақыт бар биржаның жабылуына. Одан соң мына Micropolis Robotics деген дубайлық компанияға инвестиция жасаған болатынмын. Сол енді өте қатты құлдырап тұр. Өйткені кішігірім компания, технологиялық компания 31% жоғалтып тұр. Nvidia, осы робототехника, жасанды интеллект сияқты жаңа технологиялы салалардағы компаниялар, бұлар өте жылдам өседі және жылдам құлайды. Бүгінгідей тарифтік соғыстар жарияланып жатқан кезде, бұрын соңды болмаған әлемдік сауда соғысы дағдарыс болып жатқан кезде, осы технологиялық компаниялар өз позицияларын жоғалтып, өте қатты құлдырауға түсіп жатыр. Ал жылжымайтын мүлік компаниялары, сонымен қатар алтын өндіруші компания, бұлар қатты құлдырап жатқан жоқ. Міне осыдан ақ байқасаңыздар болады, қандай инструменттер
экономикада тиімді екен, яғни дағдарыста антидағдарыстық активтер деп саналады. Алтын, жылжымайтын мүлік. Сол компаниялар егер жылжымайтын мүліктерді физикалық тұрғыда алу мүмкін болмаса, алтындарды физикалық тұрғыдан алу мүмкін болмаса, осындай алтын өндіруші Newmont Mining секілді компанияның акциясын алу керек, және жылжымайтын мүлікпен айналысатын осы Apple секілді, Stark Industrial секілді, сонымен қатар Realty Income секілді, міне Realty Income Corporation секілді жалпы компаниялардың акцияларын алу керек. Яғни менің қазір портфелімде $982 дейін құлдырап тұр. Яғни мен уақыт аралығында қарайтын болсам $60 жоғалтып тұрмын. Ол 6% жоғалтып тұрмын. Негізі шамамен менде $1020 болған еді. Бұл айтарлықтай бүгінгідей дағдарыс уақытында айтарлықтай жақсы құлдырау десек болады. Себебі егер менің портфелім мына жерден мәселен Nvidia, Google, Tesla сияқты, Apple секілді технологиялық компаниялардан тұрған кезде, немесе мына MCRP, Micropolis Robotics және Nvidia осы интеллектуалдардан тұрған кезде міне 31%, 15% құлдырап, қазір менің портфелім тасталқан болып жатар еді. Яғни $1000 болса, содан $500 ғана қалар еді. Ал онымен салыстырғанда менікі әлде қайда аз құлдырап тұр. 982 небәрі 6% ғана жоғалтып тұр. Енді портфельге талдау жасайық. Анализ портфелі дейміз. Міне қарасаңыздар, менің портфелімде 56%-ын Realty Income жылжымайтын мүлік компаниясы құрайды. Онда $556 сол компанияға салынған, жылжымайтын мүлікпен айналысатын компания. Соны Америкадағы үлкен сауда желілеріне Walmart секілді, 7-Eleven секілді компаниялардың, сонымен қатар Dollar Free секілді алпауыт супермаркеттерге жылжымайтын мүлікті жалға беретін компания бұл. Одан кейін Stark Industrial, менде 16.82 жалпы инвестициялық портфелімнің сонша бөлігін сол индустриалды қоймаларда жалға беретін келесі жылжымайтын мүлік компания алып жатыр. Одан кейін Nvidia бір штук акциясы, бағасы қымбат болғандықтан 10% сол алып жатыр. Ал негізінен міне 56%, 16% екеуін қосатын болсақ 60-70%-ын жылжымайтын мүлік компания алып жатыр. 3-5%-ын Apple Hospitality компаниясы алып жатыр. Яғни жалпы алғанда мына екеуі міне 60, 6, 12, 72 болса, 75%-ы жылжымайтын мүлікке салынған. Одан кейін тағы да Newmont Mining доля в портфелі 9-3, яғни Nvidia мен бірдей, сонда 75, 9, 81%-ы менде жылжымайтын мүлік және алтын компаниясы. Міне соның арқасында мен мынадай үлкен дағдарыс уақытында көп қатты қаражат жоғалтып жатқан жоқпын. Сонымен қатар спорттық компания бар, Manchester United PLC, Манчестер клубының акционерімін мен. Одан кейін NIO автокөлік саласында да инвестициям бар, бірақ бұл екеуі аз ғана орын алады менің портфелімде. Одан кейін мынау Micropolis Robotics компаниясы, бұл да доляда
портфелдегі долясы 1,75. Нью-Йоркқа 1,39, Манчестер Юнайтедке 1,29. Міне ең көп бөлігі менде жылжымайтын мүлік компаниялары, алтын өндіруші компания осылар алып жатыр. Енді неге деген сұрақ туындайды ғой. Неге алпауыт жаңағы Google секілді жалпы $1000 инвестицияға салған болсам акцияларда, неге Microsoft компаниясы, Apple, Google, Meta, яғни Facebook секілді көп трейдерлердің, көп инвесторлардың салатын, әсіресе қазақстандық трейдерлердің, қазақстандық инвесторлардың салатын компанияларына емес, неге осы жылжымайтын мүліктерге салып жатырмын деген сұрақ туындайды. Иә, ол антидағдарыстық екені белгілі, бірақ мен бұларды қашан алдым? Қазір сіздерге көрсететін болсам, сделкаларымның уақытын көрсетейін. Міне, қараңыздар. Мен бұларды шамамен қашан алдым? Қазір сіздерге уақытты көрсететін болсам, сначала месяца деп көрсетейін. Жоқ, сначала месяца емес. Сначала года дейік. Мына қараңыздар. Realty Income'ды мен 17 наурызда алғам. Ол кезде жалпы дағдарыстың бұндай тарифтердің болатыны белгісіз еді маған. Мен неге оларға жасап жатырмын? Егер сол қызық болатын болса, мен антидағдарыстық деп қазір айтып отырмын ғой, бірақ оған енді өзімнің ғана көзім жетіп жатыр, бірақ оны алдағы мақсатым басқа. Енді оны келесі видеода айтып түсіндіретін боламын. Бүгінгі видео ұнаған болса, видеоға лайк басып пікір жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, достармен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Мен инвестицияға байланысты алда әлі өте қызықты, пайдалы ақпараттарды, білімдерді мұсылман қазағыммен бөлісемін, және үлкен жоспарларымды да сіздерге жариялайтын боламын, құрметті мұсылман қазағым. Сонымен видеоны ұнаса, видеоға лайк басып пікір жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар, видеоны бөлісуге ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ағартушы Нұрманатбек Ұлысбек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.